Қайырлы күн достар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен дәл осындай болып, қызарып, әдемі болып пісетін, өте жұмсақ, нәзік, дәмді болып шығатын құймақтың рецептімен бөліспекшімін. Бұл құймаққа сүт қосып жасалады, ең оңай рецепт. Таза құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз, тұзымызды саламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Үстінен қантымызды саламыз. Венчиктің көмегімен араластырып, үстінен жылы сүтімізді 2-3 бөлікке бөліп құятын боламыз. Ұнымызды да 2-3 бөлікке бөліп араластыратын боламыз венчикпен. Қамырымызды біркелкі масса болғанға дейін венчиктің көмегімен араластырамыз. Қараңыздар, ешқандай түйіршіксіз дәл осындай қамыр пайда болу қажет. Енді жаңағы ыстық суымыздың үстінен содамызды салып, екеуін араластырып, осы қамырымыздың үстінен құятын боламыз. Жақсылап біркелкі сұйық масса болғанға дейін араластырамыз. Үстінен сұйық майымызды құямыз. Міне, араластырдық. Дәл осындай қамыр пайда болады. Өте сұйық болу қажет. Видеода көрсетілгендей. Табамызды орташа отта қыздырып аламыз. Ожаудың көмегімен дәл осылай қамырымызды құйып шығамыз. Қараңыздар, бетінде осындай тесіктер пайда болады. Шеті қызарған кезде кері бетіне аударып, кері бетін пісіріп алатын боламыз. Қараңыздар, пісті кері беті. Ал енді екінші құймағымызды пісіруге көшеміз. Дәл осылай барлық құймақтарыңызды пісіріп шығасыздар. Шеті қызарған соң кері бетіне аударамыз тағы да. Асты дәл осылай қызарып піседі. Міне, дәл осылай барлық құймақтарыңызды пісіріп аласыздар рет-ретімен. Менің каналымда айраннан жасалатын шоколадты блинчиктердің де рецебі бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Міне достар, біздің құймақтарымыз дайын болды. Дәл осындай қараңыздар, тесік-тесік болып, қып-қызыл болып, әдемі болып пісті. Өте жұмсақ, нәзік болып шықты. Бұл рецептпен менің пісіріп жүргеніме өте ұзақ уақыт болды. Сіздерге де кеңес беремін дәл осы рецептпен құймақ пісіруге. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ас болсын. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, дәл осы видео сіздерге пайдалы болып жатса, лайк қойып кетіңіздер. Және де қоңырауша батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар.